Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді дастарханыңыздың сәнін ашатын, тез әрі жылдам дайындалатын, жасалу жолы өте оңай творожный пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі 10 жұмыртқа, разрыхитель, сары май және де қант керек болады. Ең бірінші ұнымыз бен разрыхителімізді бірге қосып, араластырып аламыз құрғағымен. Сосын жаңа бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, осылай қолмен ұнымыз бен сары майды араластырамыз толықтай. Сосын үстіне өлшенген қантымызды саламыз және де бір тал жұмыртқа салып, қолымызбен қамырымызды елейміз. Керекті заттардың, ингредиенттердің көлемі барлығы видеоның төмен жағында жазылған, сол бойынша жазсаңыздар болады. Осылай ұнымызды біріктіріп елейміз. Қолымызға жабыспауы керек, толықтай еленуі керек. Мінекей еленген ұнымызды осылай қойып қоямыз бір шетке. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін творог, оның үстіне жаңағы қантымызды саламыз. Және үстіне осылай 3 қасық қаймақ саламыз. Қаймағымыз қою болу керек, 20% мен қолдандым. Енді үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Барлығын бірінің үстіне бірін осылай салып аламыз. Мінекей енді бір ас қасық кукурузный крахмал қосамыз. Мінекей барлығын қосып дайындап алдық. Енді бұны миксермен немесе блендердің көмегімен осылай жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы еленген қамырымызды осылай формамызға саламыз. Формамызға осылай шетіне барлығына осылай жазып шығамыз. Шет-шеті барлығы бірдей болуы керек, бәрін тегістейміз. Мінекей сәл ернеуін көтеріңкі жасайсыздар, өйткені ол жерге жаңа начинкасын құйған кезде асып кетпеуі керек. Әдемілік үшін шет-шетін осылай шанышқының көмегімен сәл әдемілеп қойсаңыздар болады. Мінекей дайын. Енді оның үстіне жаңағы начинкамызды құямыз. Видеоның төмен жағында көрсетілген көлеммен жасасаңыздар, начинкаларыңыз асып кетпейді. Достар, енді осының бетіне әсемдік үшін мен малинаны қолдандым, алдын ала мұздатылған. Осылай барлығын дайындап аламыз. Сосын қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Өте әдемі, дастарханыңыздың сәнін ашатын, қонақтарыңыздың көңілінен шығатын керемет пирог болып шықты. Енді пирогымызды бөлме температурасында салқындатып барып, дастарханға қонағымызға ұсынуымыз керек. Мінекей достар, өте дәмді болып шықты. Видео міндетті түрде осы видеодағы рецепт арқылы жасап көріңіздер. Егер сізге видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, YouTube арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар.